Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін сіздерге тағы да бір сайтпен таныстырғалы отырмын. Бұл сайтты біразыңыз білсеңіздер керек. Бұл сайтты мен көп қолданамын. Бұл сайт арқылы суреттер, тапсырмалар және сол өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты ертегілер құрастыруыңызға болады. Ал бұл сайттың аты Gemini деп айтылады. Осылай іздеу жолағына осылай жазасыздар. Бірінші шыққан осы сайтқа кіресіздер. Мен сіздерге қазір қалай орындау керек екенін көрсететін боламын. Мына жерде үш сызыққа басамыз. Осы жерде мынау тұрған жолақты басып кіреміз. Осы жерге жазамыз. Мысалға, қазір мен септіктер туралы өтіп жатырмын. Сондықтан балаларға ол септіктерді сұрақтарын, жалғауларын жаттауға оңай болу үшін ертегі құрастырғым келіп отыр. Мына жерге жазамын. Қазақ тілі пәнінен септіктер туралы ертегі қажет. Егер де сіздерге суретімен қажет болса, суретімен де шығарып береді. Міне сөйлемдерді біріктірген 7 ағайынды деп маған тақырып қойып, ертегі құрастырып берді. Сөз айым жолға шығып, ең бірінші атау есімді ағайындыны кездестірді. Ол өте салмақты екен. Мен бәріне есім беремін. Менсіз ешкім кім немесе не екенін білмейді, деді атау. Ол заттардың атын атағанда шашылып жатқан сөздер өз орнын таба бастады. Келесі кезекте сөз айым ілікпен жолықты. Мен заттардың иесін табамын, кімнің немесе ненің екенін көрсетемін деп балаларға осылай ертегі ретінде түсіндіруге тырысамын. Балаларға тек қана ережені жаттаңдар, осындай десеңдер қызықпайды, жаттап келсе де есінде қалмайды. Ал мына ертегі ретінде осылай құрастырып, балаларға керекті тағы қосымша тапсырмалар жасап бер десеңіздер, тағы да тапсырмалар жасап береді. Мына жерде қазір қандай да бір қате шығып, Gemini суретті жасай алмай жатыр. Менде сет нашар болып тұр қазір. Ал сіздерде суретімен осылай жасаңыздар шығады. Ал қазір тағы бір рет мен суретімен қажет деп сұрап көрейін. Сұраныс жібердім. Міне менде жаңағы ертегіге жаңа суретін сұрадым. Сұранысты орындап, маған суретімен осылай дайындап беріп жатыр. Осыны мен балаларға шығарып, өздеріне беремін. Балалар осы ертегіні және өзім түсіндіріп айтып беремін. Сосын балаларды ертегі арқылы осы септіктерді сұрап, олар жақсырақ түсіндіруге осындай мүмкіндіктерді қолданамын. Бұл енді балаларды қызықтыру ретінде жақсы керемет дүниелер. Ал дайындық сыныпқа, бірінші сыныпқа өте керемет қолдануға болады. Бұл жерде ертегілерді жаңағы әріптерге байланысты, кез келген тақырыбыңызға байланысты осылай ертегі құрастырып бер және суретімен десеңіздер, сіздерге осы Gemini сайты осындай мүмкіндіктерді береді. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесі тағы да осындай керекті дүниелерді салып отыратын боламын.